Ассалаумағалейкум достар. Кәсіпкерлік 21 әдет. Бүгін 19 күн және де 19 сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз белсенділік. Өмірде белсенді болу. Өмірде не үшін белсенді болу керек? Қалай ойлайсыздар достар? Белсенділік деген сөзді мен сіздерге оқып берейін. Жалпы бұл белсенділік дегеніміз бұл өмірде тұрақты қозғалыста болып, жаңа мүмкіншіліктерді іздеу және пайдалану қабілеті деп жазылып тұр екен. Егер де біз бұл кәсіпкерлердің бұл әдеті өте маңызды да негізі. Мен сіздерге айтайын, основатель деген киноны кім көрді? Егер де бүгінгі үй тапсырмасына осы основатель деген киноны алайық. Мен сіздерге осы основатель деген киноны үйге үй тапсырмасына алыңыздар деп айтайын деп тұрмын. Жалпы сол киноның бір түйіні, оның ішінде настойчивость деген нәрсе бар да, табандылық. Табандылық арқылы кәсібінде де, бәріне де жетесің. Өзінің ойлаған мақсатына да жетесің деген сияқты. Және де табандылық болу үшін сізге міндетті түрде осы белсенділік керек те. Сіз егер де өмірде белсенді болмасаңыз, өмірде бір қозғалмасаңыз, өмірде бір жалпы жоспарлап, сол мақсаттарыңызды қойып, бір ортаңызды кеңітіп, сол және де бір ойлаған мақсаттарыңызға қарай жүрмесеңіз, сіз ешқашанда ойлаған мақсаттарыңызға жете алмайсыз. Мен араласып жүрген кәсіпкерлердің бәрі белсенді. Балаларымның ұйымдарына қатысу керек болса, барып қатысады. Достарының арасына барып араласу керек болса, араласады. Көмектесу керек болса, көмектеседі. Бөлісу керек болса, бөліседі деген сияқты. Өмірде белсенді болу дегеніміз, ол сіздің мақсаттарыңызға қарай жүйелі түрде қадамдарды басу дегенді де білдіреді екен де. Өйткені нәрселерді үйренуге әрқашанда сіз ашық болу керексіз. Қандай информация келіп жатқан болса да, сіздің санаңыз, сіздің миыңыз әрқашан ашық болу керек. Ол өте маңызды. Сіздің бастамаларыңызды жүзеге асыруға сіздің тек қана белсенділігіңіз алып келеді екен. Бұл процесстерді сіздің кәсібіңізді дамытуға және де өсуге, немесе күтпеген кезде бір проблемалар шығып қалатын болса, соны оңай түрде шешіп кетуге де көмегін тигізеді екен. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Біріншіден белсенді болыңыздар, екіншіден основатель деген киноны көріп, сол основатель деген киноның ішіндегі Макдональдстың историясы ғой қойылған. Соның ішіндегі көп бір лайфхактар бар, соны алып, сіздерге конспект ретінде, үй тапсырмасы ретінде, соның ішінде өздеріңіз не түйдіңіздер, соны жазып шығыңыздар.